Мектеп болашағы жарқын, келешегі кемел болуы жолында еңбек етудің бірден-бір жолы өскелең ұрпаққа білім беру. Шәкіртті ілім-ғылымға үйрету мақсатында еңбек етіп жатқан білім ұясының бірі Сайрам ауданындағы нөмірі 94-ші жалпы орта мектебі. Мұнда оқушылардың сапалы білім алуы мен бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру мақсатында оқу жүйесіне жаңаша тәсілдер мен технологиялар енгізілген. Бүгінгі таңда мектепте 90-ға жуық мұғалім ұстаздық етеді. Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, Сайрам ауданының құрметті азаматы Мамуржан Нуров басшылық ететін оқу орында оқушылар, ұстаздар аудандық облыстық республикалық байқаудың жеңімпаздары. Мектепте бүгінгі таңда 90-ға жақын мұғалім, 800-ге жақын оқушыларға тәлім-тәрбие беруді. Мынау пандемия жағдайға қарамастан оқушыларымыз да, мұғалімдар да үлкен бір жетістіктерге жетіп, мынау республикалық, аудандық, облыстық үлкен бір олимпиадаларда, конкурсларда, тағы басқа бір сайыстарда қатысып, үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Біз өткен жылы сол мектептің 25 жылдығы атап бір кітап шығарған болатынбыз. Бұл кітаптың аты «Болашаққа бет алған білім ұясы» деп айтылады. Сол кітапта барлық сол 95 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін істеген мұғалімдар, ол ішінде пенсияға шығып кеткен зейнеткер мұғалімдарымыз туралы үлкен бір соларны еске алып жүру үшін сол кітапты жаратып, сол кітап бойынша көп мектептерге таратқан болатынбыз. Бүгінгі таңда сол мұғалімдарымыз үлкен бір ізденіс білен творческілік жұмыс арқылы үлкен өздеріне тәжірибелеріне республикалық журналларда, облыстық газета журналларда өз мақалалары арқылы үлкен бір жұмыстарыны, өз іс тәжірибелерін көрсетуде. Қазіргі таңда мектеп оқыту жүйесінде сындарлы оқыту технологиясы элементтерін пайдалану арқылы оқушыларының құзыреттілігін дамыта отырып, халықаралық бәсекеге сай тұлғаны тәрбиелеу мақсатын бойынша 5 жылдан бері жұмыс атқаруда. Сол мақсат бойынша мұғалімдеріне жетістіктері, оларны жазған авторлық бағдарлама кітаптары бүгінгі күнде барлық мектептерде пайдаланып келе жатыр. Соларда мен бір-екісіге тоқталуыны мен көріп отырмын. Мына мұғалімдеріне өзінің кәсіби біліктілігін және педагогикалық шеберлігін ұдайы көтеріп отыруға ынтасын арттыру. Авторлық бағдарлама бойынша мына мектепте мұғалімдері Давлетова Мұқаддас, Расулқұлова Клара, Расулова Саламат мұғалімдеріміз осы кітапты жазып пайдалануға берді. Сонымен бірге физика пәні мұғалімі Гүлнара Самандарова, Тұрсынматовна физикалық анықтамалық материалдар мынау брошюра кітабыны шығарды. Математика пәні мұғалімі Ирсқұлов Ұлықбек математика пәніден қазақша, өзбекше, орысша, ағылшын сөздік осы кітапны шығаруға тура келді. Қазіргі күнде мұғалімдеріміздің 70%-ке жақыны көп творческілік жұмыс білен араласуда. Енді жақында болып өткен мынау олимпиадада оқушыларымыз 34 оқушы пәндік олимпиадада қатысып, сол 34 оқушыдан 14 оқушы аудандық пән олимпиадасына жолдама алған. Сонымен бірге біз 2013 жылдан бастап мектепте электронды оқыту жүйесін қабылдаған болатынбыз. Бұл мәселе бойынша бюджеттен 12 миллион 800 мың теңгеге барлық мониторингтар керекті, барлық электронды оқыту жүйесін оқыту керек барлық материалдар берген болатын. Бүгінгі таңда оқушыларымыз осы электронды оқыту жүйесі бойынша оқуыны жалғастыруда. Республикамызда сабақ берілу бір тілде жүргізілетін мектептермен қатар оқыту тілі бірнеше аралас мектептерде бар. Солардың бірі нөмірі 94-ші жалпы орта мектебі. Мұнда білім алушылар қазақ, өзбек, орыс сыныбында оқиды. Бүгінгі ашық сабақта да өзбек тілі мен әдебиеті сабағы болды. Оқушылар әдебиет классигі Әлишер Науаи мен Мұхаммед Бабырдың ғазелдеріне тоқталды. Топқа бөлініп, 10 сауалға 10 жауап әдісімен сабақ өтті. Біз физика фәні мектебіміздегі informatika, химия, биология фәнләре 3 тілдікке өткенбіз. Мәне шу кабинетте divarda asılı turuptu, 3 tilde, İngiliz tilde hem derste qo'llab o'tamiz.
Shu bilan birga yoshlarimiz masalan texnikaga qiziqishi, fizika fani texnikaning asosi hisoblanadi. Texnikaga qiziqishiga, texnik sohani kengaytirishga juda ham ko'p e'tibor beryapti. Buning uchun mana bu yil 2000 ta grant yana qo'shimcha berildi. Mana bu ham bizni ishlashimizga, o'quvchilarimizni qiziqtirib, yana ham darsni ko'proq o'tishimizga e'tiborni kuchaytirganiga rahmat aytamiz. O'quvchilarimiz dars vaqtida 8-sinfda masalan elektr toki temasini o'tsam, elektr asboblari hammasi yetarli. Elektr toki nima, uni xarakterlovchi fizik kattaliklar, tok kuchi, kuchlanish va qarshilikni nazariy jihatdan formulasini, qoidalarini o'rganish bilan birgalikda laboratoriyada mana shu yerda o'z qo'li bilan bajarib, hammasiga to'liq bilim olishiga imkoniyatimiz yetarli. Shu bilan birga ana shu o'rganayotgan vaqtda ular qiziqib elektrlik yoki avtoelektrlik kasblariga juda ham qiziqadi. Masalan, issiqlik dvigatellari degan mavzuni o'tadigan bo'lsak, biz 8-sinfda issiqlik dvigateli, ichki yonuv dvigateli, bug' turbinasi, gaz turbinalari haqida o'tdik. Mashinani yuragi ana shu issiqlik dvigateli hisoblanadi. Mana buni bilgandan keyin o'quvchi uni tuzilishi, ishlash prinsipini o'rgangandan keyin texnikaga yana ham qiziqishi ortyapti. Бұл мектеп 1995 жылы пайдалануға берілген. Сол уақытта өзбек, орыс мектебі болды. Өткен жылдан бастап мемлекеттік тіліміз қосылып, жалпы 800-ден астам оқушыға білім беріп келеді. Қазіргі таңда оқу ордасында барлық бала қазақ тілін еркін меңгерген. Мұнда қазақ тілі тек қатынас құралы ретінде ғана үйретілмейді. Оқушылар еркін сөйлеп, сауатты жазуды да меңгереді. Себебі келешекте мемлекеттік тілде іс қағаздарды дұрыс толтыратын мамандар қажет. Сауатты жазуға үйрету жұмысы мектептен басталады және тіл мамандарынан үлкен жауапкершілік талап етіледі. Қазақстан Республикасының қазіргі кезде барлық мектептерінде балаларды жан-жақты, сауатты да білімді болып тәрбиелеуде мемлекеттік тілді білудің ықпалы өте зор. Әрине, қазіргі кезде мемлекеттік тілді білу ол жалпы халықтық іс. Бұл қазіргі заманның талабы. Біздің ата заңымызда айқындалғандай, біздің тілдігімізді, елдігімізді, біздің мемлекеттілігімізді білдіретін бірден бір айғақ, ол мемлекеттік тілді білу. Мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін баршамызға, осы біздің отанымызда тұратын әрбір ұлттың сана сезіміне жеткізу. Сондықтан да бұл тіл жалпы халықтық іс деп табылуы керек. Әрі Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы біздің қазіргі кезде қандай мақсатта жүзеге асырылып жатыр. Міне осы жаңағы төңіректе біздің республикамыз бойынша үлкен қоғамдық пікірлер туындауда. Енді айта кететін болсам, біздің мектепте мынандай қағидаттар бойынша жұмыс жасаймыз деп айтайын. Мысалы үшін бізде ұлтым басқа, тілім қазақша деген қағидат бойынша жұмыс аламыз. Себебі біздің оқушыларымыз, мектебіміз ұлт мектептері болғандықтан өзбек балалар білім алады. Яғни өзбек балдарымыздың өзінің жоғарыда 100% болса, төменгі сатысында 95% біздің мемлекеттік тілде таза, кіршіксіз, боямасыз, таза сөйледі деп мен кепілдік бере аламын. Неге олай? Себебі біздің географиялық аумағымызда, жергілікті жерімізде, яғни қазақ халқының мынау үлесі көп болғандықтан, етене араласып түркі тілдес халықтардың араласып тұрғандықтан, біздің жергілікті өзбек халқы біздің қазақ тілінде таза сөйлейді. Әрі олар мынау кішкене кезінде балалар бақшасында да қазақша жаңағы тәрбиеленгендіктен бізге соншалықты қазақ тілінен қиындық тумайды. Біздің балалар таза сөйлейді, орфографиялық жағынан, орфоэпиялық жағынан да балаларымыз таза қазақша сөйлейді. Бұл жағы жақсы дұрыс жолға қойылған. Орыс және ағылшын тілдерін білу қазіргі кезеңде өркениет ағымына ілесуге, ақпараттарды оңай қол жеткізуге және әлем елдерімен байланыс жасауға мүмкіндік береді. Бүгінгі технология мен жаһандану заманында да жастарға көп тілді меңгеру аталмыш оқу орнының басты міндеті болып отыр. Главная задача учителя – дать качественное образование и воспитание. Для этого в нашей школе созданы все условия. Есть кабинет русского языка, оформленный в соответствии с современными требованиями. Наши учителя проводят уроки, применяя инновационные технологии. Наши ученики с интересом изучают русский язык, участвуют в различных конкурсах и предметных олимпиадах, занимают призовые места.
10 учеников выпускных классов готовятся сдавать ЕНТ на русском языке. Я бы хотела отметить работу учителей по устранению пробелов знаний учащихся. Вот во время дистанционного обучения наш министр Асхат Канатович Аймагамбетов написал открытое письмо и с просьбой учителям взять под шефство отстающих учеников. Мы поддерживаем его стратегию. Чтобы помочь таким ученикам, мы организовали диагностику пробелов, составили план работы, разделили учеников на группы и учитывая их уровень знаний. С начала учебного года в нашей школе проводятся с ними дополнительные занятия, работаем индивидуально с ними по графику. И это дало, конечно, свои результаты. Если в начале учебного года наши ученики, у них была успеваемость в среднем 45-50%, то в настоящее время оно достигло до 58-62%. Конечно, эту работу мы продолжим, и я думаю, что динамика, конечно, будет расти. Ұстаздардың оқу процесінде пайдаланатын әдіс-тәсілдері баланың интеллектуалды потенциалын арттыруға, өз ойын еркін жеткізуге бағыттайды. Сонымен қатар оқушыны шығармашылыққа баулу да аса маңызды. Мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі осы негізде балаларға сабақ береді. Рухани адамгершілік мәдениетін дамытып, шығармашылық іс-әрекеттің алуан түрін қарастырады. Біз әдістеме жетекшісі болып істегенде, осы оқушылармен технология пәнінде, сабақтарында жаңа технологиялардан пайдаланған халда фетралармен жұмыс істеуіне көпірек қолданамыз. Одан басқа алмазная мозаикадан пайдаланамыз. Одан басқа тағы да ленталардан, түрлі қыл әдістемелерден пайдаланып отыра тұрып, әр түрлі көрнектілер жасаймыз. Сонымен қатар мектепте дебаттық жарыстар өткізіледі. Балалардың ой өрісін кеңейтіп, өз ойын толық жеткізе алатын мұндай шаралар жиі өткізіліп тұрады. Бүгінгі дебатта балалар шылым жайлы пікір алмасты. Бір тобы жақтаса, бір тобы даттаушы болды. Білім ордасында кітап оқитын оқырмандардың да қарасы көп. Бүгін балалар қазақ, өзбек тіліндегі шығармалардың мазмұнымен таныстырып, бір қатар өлеңдерді жатқа оқыды. Мектеп өзін-өзі басқару ұйымының міндеті мектеп оқушыларының оқу тәрбие жүйесіндегі белсенділіктер мен жауапкершіліктерін арттыру, өмірге өзіндік қызығушылықтар мен әрекеттерін қалыптастыруға бағыт-бағдар беру. Осы ұйымның маған жүктеген міндеттеріне жауапкершілікпен қарап, мектебіміздің көркеюіне, дамуына және мектебіміздің әрқашанда жақсы жағынан көрінуіне өз үлесімізді қосу міндеттігін қолға алғанбыз. Және де алдағы міндетіміз ұбт-дан жоғары жетістіктерге қол жеткізу деп білемін. Сонымен бірге ұстаздарымыздың үмітін ақтауға, қолдан келгенше әрекет жасауға ұмтыламыз. Мектеп ұжымы барлық оқушылары келешекте елінің көсегесін көгертетін зияткер ұрпақ боларына сенімдерін білдірді.